Құрметті қатындар мен мырзалар, сендер тез кино арнасындасыңдар. Бүгін біз жауынгер Баки анимасының 4-ші маусымын көреміз. Дәстүрімізге сай ұртқа құрт лақтырыңдар. Кіші Мұхаммед Али келесі жекпе-жегіне дайындалу үстінде. Бір күні жүгіруде оған Юдзиро келеді. Артық сөзсіз Мұхаммед жұдырығын ала жүгіреді, бірақ оған тигізе алмайды. Юдзиро: жарайды, қорықпа, мен сені ұрмаймын дейді. Ол Мұхаммедті кедейлердің құқықтары үшін күрескені, қайырымдылық істермен айналысқаны және тағы басқа істері үшін құрметтейді. Юдзиро танктері бар әскерден күшті болғысы келетінін мойындайды. Кіші Мұхаммед Али Юдзиро өзінің паханымен дос болғанын есіне түсіреді. Баки Қытайда есін жияды. Рэцу бала жекпе-жек турниріне қатысатындай етіп келісіп қойды. Типа бұл оның сауығына көмектеседі. Қытайдағы турнирге рұқсат кім көрінгенге беріле бермейді. Өзінің лайықты екенін дәлелдеу үшін Баки ең күшті кунг-фу мастерларының біріне қарсы шығады. Науқас жағдайына қарамастан Баки соққылардан жалтарып, қарсыласын көтеріп алады. Содан кейін жайлап қояды. Мастер өзінің жеңілген және Бакидің лайықты екенін мойындайды. Юдзиро мен кіші Мұхаммед Али де Қытайға барайын деп жатыр. Қонақ үйде Юдзиро кіші Алиді жаттықтыруды шешеді. Қара бала Бакидің паханның шабуылдарынан жалтарып, сосын көшеге жүреді. Турнирге лайықты жауынгерлер ғана жіберіледі. Олардың қатарына соңғы турнирдің жеңімпазын 160 жастағы Каку есімді шалды, кіші Алиді, Юдзироны және Бакиді қосады. Бірінші жекпе-жекте Юдзиро Рэцудің Рю есімді ұстазына қарсы шығады. Юдзиро шалдың бетін жұлып алады. Рэцу ашулы, ал Бакидің әкесі Рюді аяқтайды. Рэцу Бакиге Ли улы қолдар деген лақап аты бар оның алғашқы қарсыласы туралы айтып береді. Козуэ истерикаға түсіп, Рэцуға тап береді. Бірақ Баки оны тыныштандырады. Рингте Баки Маваши мен Лиге атылады. Бірақ оның қолына тиіп кетіп, аяғы удан ісіп кеткенін байқайды. Баки уды сорып алып, қайта шабуылға кіріседі. Төбелесті Юдзиро бақылауда. Ли Бакиге пачка соққылар жасайды. Лидің уы Янаги оны улаған уға қарсы дәрі екені анықталады. Баки қанған, бірақ ширақ тұрады. Ол Лидің саусақтарын сындырып, оны өшіреді. Баки тамақты көп жейді және суды шелектеп ішеді. Оның денесі бастапқы пішініне оралады. Сол мезетте Каку жас боксшыға қарсы шығып, оның тұрсүйін шешіп жіберіп, жекпе-жекті бір саусағымен жеңеді. Удан айыққан Баки өзін жақсы сезініп, бірден паханын төбелесуге шақырады. Юдзиро: өсіп кеттің бе шигол деп оны қабырғаға қысады. Келесі жекпе-жекте Во турнирге Оливерді әпкелген Дорианға қарсы шығады. Дориан потеря болып, тез жеңіліп қалады. Жекпе-жектен кейін Во Дориан мен Оливерді кездестіріп, не деген масқара дейді. Оливер Дорианның орнына рингке өзі шығуды шешеді. Во өзінің крутой екенін, мощный, дерзкий екенін көп айтып тұрады. Бірақ Оливер оның денесін жалпайтып тастайды, шелпек дайын. Келесі жекпе-жекте Рэцу какой-то бір Қытайды оңай жеңіп кетеді. Жекпе-жектен кейін Каку Қытайдағы жас жауынгерлердің дайындық деңгейі өте әлсіз екенін хабарлайды. Мұның бәрі спорт федерацияларындағы жемқорлықтың кесірінен. Ол пилят, шетелдіктер наяқты не істеп жүр деп айғайлап, 3 шенеуніктің қолын жұлып алады. Каку өзінің ұлы мен кентін шеттен келгендерге қарсы турнирге тартты. Юдзиро өз командасын жинауды шешеді. Оған Баки және басқалары қосылады. Келесі жекпе-жекте Оливер Рони есімді типке қарсы шығады. Ол қолын қалтасына сабап, дәу негір тышқан жегірдің шабуылын тойтаруда. Юдзиро мұның ерекше тәсіл, қалтадағы қолдар соққыға дайын екенін айтады. Оливер не болып жатқанын түсініп, қолын тұрсүйіне тығып, ұқсас тәсілді қолдануды шешеді. Оливер қарсыласын маңдайымен дік еткізеді. Рон сдаш береді, бірақ саусақтарын сындырып алды. Оливер жеңді. Каку барлық шетелдіктермен өзі шешіп бергісі келеді. Бірақ оның ұлы Шунсей қарсы. Біз бекер келдік пе, Юмойо? Оның үстіне қарсыласы Баки. Баки рингке шығады. Шунсей бірден шабуылдауға кіріседі. Баки оның бетін аяғымен тосып алады. Жекпе-жек 2 секундта аяқталды. Юдзиро ұлы үшін қуануда.
Рингке Ретсу шығады. Оның қарсыласы Джаку есімді сақалды жігіт. Ол Ретсуге қол алысуды ұсынып, бірақ өзі лас тәсіл қолданады. Ретсу Джакудың қолын қатты қысады. Ол соққылар жасап, Ретсуды болевойға салып, оның қолын шығарады. Қытайлықтар рингке секеңдеп шығады. Бірақ Ретсу олардың араласпауын талап етеді. Төбелес жалғасады. Джаку Ретсудің қолын орнына қоюды ұсынады. Ақырында Джаку жекпе-жекте жеңіліп, Ретсу оны шашады. Келесі жекпе-жекте кіші Али мен Кан есімді тип шығады. Али боксшы болғандықтан ол соққыларға тек қолдарын ғана қолданады. Ал Кан қашықтықты сақтауға тырысады. Осыған қарамастан Али левый коронный правый похоронный соққысын жасап, Канды ұйқыға аттандырады. Көрермендер айғайлап жатыр. Өйткені олардың Қытай жауынгерлері үнемі жеңілетте жүреді. Юдзиро рингке шығып халайықпен тілдесіп жатқанда, Каку арбамен рингке шығады. Шал Бакидің паханына өзінің жастық шағы туралы айтып береді. Каку жас кезінде қарсыластарын оңды-солды шашатын. Бірақ бір күні бір шал кеп, оның көтін айырып кетті. Сол сәтте Каку техниканың бұлшықеттен маңыздырақ екенін ұқты. Ол көп жаттығып, арық бірақ шымыр болды. Каку Юдзироның мощный соққысынан оңай жалтарады. Шал Брюсли айтқан техниканы қолданады. Қулықпен Юдзиро соққы жасайды. Бірақ шал тұрады. Каку шабуыл жасайды. Ал Бакидің папасы жалтарады. Шал қабырғаны бұзады. Ал Юдзиро қайтадан соққыдан қашып, Какудың техникасын тез үйреніп, оны ұрып соғады. Жекпе-жекті Баки мен Ретсу қарауда. Юдзиро шалды аяқтамақшы. Бірақ ол қартайғандықтан өліп қалған. Кейін Каку жеңіліп қалмау үшін өтірік өліп қалғанда кейіп танытқаны анықталады. Ол шәкірттеріне Юдзиро жер бетіндегі ең күшті адам екенін мойындайды. Турнир аяқталғаннан кейін Каку Юдзироға енді оның чемпион екенін айтады. Баки мен Кенттер Жапонияға қайтады. Баки таңертең ерте жүгіріп, саябақта тоқтайды. Сонда кіші Али кезігіп, жекпе-жек ұсынады. Баки бас тартады. Өйткені паханы жеңуді армандайды. Бакиді арандату үшін кіші Мұхаммед Али Козуэні кафешкаға шақырып, оған барынша жабысады. Сондай-ақ кіші Али Баки сыйлайтын жауынгерлерді ұрып соғады. Алдымен негр Сибукаваны бүктейді жосқа. Одан кейінгі кезекте Доппу. Оны да кіші Али ұйықтатады. Козуэ Бакиге кіші Мұхаммед Алидің оған жабысқан айтады. Бакидің қызға бола достарымен ұрсатын ойы жоқ. Али Джекпен төбелесуге тырысуда, бірақ одан үнемі мойнына соққы ала береді. Үсті басының мал шыққан ол Козуэмен кафеде кездеседі. Олардың әңгімесін Сибукава бөліп, реванш талап етеді. Екеуі жақын маңдағы саябаққа барып, Али шалға атылады. Айкидо мастері қара нәсілді жігітті саусақтарынан ұстап алып, ағашқа қадайды. Осылай бірнеше рет. Али қайтадан мамығы шығып, Козуэмен кездеседі. Бұл жолы оларды Доппу бөліп, Алиді сыртқа шақырады. Кіші Аконай жекпе-жекке дайындалады. Бірақ Доппуның маңдайына қолын сындырып алады. Нәтижесінде кәрі каратист негрді соққыға жығып, кетіп қалады. Кейінірек кіші Мұхаммед Али қонақ үйде жатып, паханы үлкен Мұхаммед Али келген біледі. Пахан Аконайды спаррингтесуге шақырып, ол да оны ұрып соғады. Кіші Али жасы келген адамдарды жауынгерлік дағдыларын жетілдіре алады деген сабақ алады. Көп ұзамай қонақ үйге Токугава келеді. Ол оған жекпе-жек әлемінде не болып жатқан, соның ішінде Баки Алимен төбелесуге келіскенін айтады. Кіші Али жаттығуды бастайды. Баки қара адам рингке мінсіз формада шығу керек деген шарт қойған. Үлкен Мұхаммед Али алдағы жекпе-жекті талқылау үшін Юдзиромен кездеседі. Кішісі Козуэмен кездеседі. Аконай Бакиді жеңіп, оның жүрегін жаулап алуға уәде береді. Басқа жауынгерлер Токугавамен сөйлесуде. Барлығына жекпе-жек қызық. Жекпе-жек күні келді. Кіші Али Бакиді күтуде. Юдзиро рингке ұшып шығып, Дана Уайтқа ұқсауға тырысуда. Төбелес басталды. Баки кіші Алиді тез орнына қояды. Ол орнынан тұрып, шайқас қатылады. Баки тағы да бірнеше соққы жасап, негрді қылқындыра бастайды. Рингке үлкен Мұхаммед Али ұшып шығып, Бакиді тоқтатады. Бала абдырап қалды. Ол жаңа ғана досын өлтіре жаздады. Көрермендер алдында Баки Юдзироны жекпе-жекке шақырады. Сол мезетте кіші Али дәлізде жылап жатыр. Козуэ оны жұбатуда. Бакидің барлық кенттерімен таныстары алда болатын жекпе-жекті талқылауда.
Олар Бакидің жаттығып жатқанын қарап жатыр. Юдзироның өзі жабайы арыстандармен жаттығып жүр. Солай достар, спорт бұл әдемі. Спортпен шұғылданыңдар. Көргендеріңе рахмет.